Баршаларыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Ақерке. Бүгін жасау жолы өте оңай, 3 ингредиенттен тұратын, үй жағдайында жасалатын ерекше дәмді ірімшіктің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге қажетті ингредиенттер 3 дана жұмыртқа, 1,5 литр сүт, 200 грамм қаймақ және 1 шай қасық тұз. Ең алдымен бізге сүтімізді қайнатып алу керек болады. Сол үшін осындай қазанымызға сүтімізді құйып аламыз. Одан соң 1 шай қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді сүтімізді плитаға немесе газға қойып, орташа отта сүтімізді бір қайнатып аламыз. Сүтіміз қайнап шыққанша жұмыртқалық массамызды дайындап аламыз. Ол үшін бөлек ыдыста осылай 3 жұмыртқамызды жарып, одан соң шаңышқының көмегімен жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Енді жұмыртқалық массамыздың үстіне 200 грамм қаймағымызды саламыз. Негізі қаймағымыз 15%-тан төмен болмау керек. Менде сүтім 6%-тан жоғары болғандықтан мен 15%-тығын пайдаландым. Осындай сұйық масса болып шығады. Жұмыртқамыз бен қаймағымыз жақсы біріккен консистенция болып шығу керек. Мінекей сүтіміз де әдемі болып қайнап шықты. Менде бетінде қаймақтары жиналып қалыпты, бірақ ешнәрсе етпес. Негізі 3%-тан жоғары сүттер жақсы келеді осы ірімшікке. Менікі 6%-тық. Мінекей сүтіміздің астын кішкене ақырын қойып, жұмыртқалық массамызды осылай айналдыра құйып шығамыз. Барлығын құйып болған соң, осылай асханалық күрекшенің көмегімен айналдыра 1-2 минуттай араластырып тұрамыз. Мінекей 1-2 минут өткен соң, осындай комоктар пайда болады. Әлі толықтай пісіп үлгерген жоқ, сондықтан тағы да 3-4 минуттай күтеміз. Мінекей 4-5 минут өткен соң, ірімшіктеріміз пісіп шықты. Піскен піспегенін қалай білуге болады? Осындай су сәл прозрачный мөлдірлеу болып тұрады. Ол дайын деген сөз уже. Енді ірімшігімізді сүзуге дайындаймыз. Менен кішігірім лайфхак болсын, менде дуршлаг болмағаннан кейін осылай қолдағы бар затты пайдалануға шешім қабылдадым. Ол үшін осылай кәдімгі бауырсақ, бешбармақтың сүзіп алатын шөмішін осындай ыдысқа қойып, анау шеті түсіп кетпес үшін полиэтиленовый пакетті алдым да, соны қатты ұстап тұру үшін, түсіп кетпеу үшін осылай шетіне байлап шықтым ыдыстың. Егер де сіздерде дуршлаг болмаса, екі жағында ручкасы бар дуршлаг ситалар болып жатса, соны пайдалана берсеңіздер болады. Мінекей осымен сүзгішіміз дайын. Осылай ыдысымызды жанына дайындап алдық, және де менде дәке, яғни марле, сол жаңағы сүзгішіміздің үстіне дәкемді қойып, енді ірімшіктерімізді сүзіп аламыз. Мінекей ірімшіктерімізді толықтай сүзіп алдық. Енді артық суын осылай сығыңқырап шығамыз. Әлі де көрдіңіздер ме? Көп суы шығып жатыр. Енді ірімшігімізге форма беру үшін және де артық суы тағы ағып кету үшін осындай қаймақтың ыдысын пайдаландым. Мен астын тесіп, егер де сіздерде асты дайын осындай тесіктері бар ыдысыңыз болса, соны пайдалансаңыздар болады. Енді қасықтың көмегімен тағы да үстінен осылай басып шығамыз, және де үстіне міндетті түрде бір ауыр зат қоюларыңыз керек. Бұл ірімшігімізді біз 5-6 сағатқа қойып қоюымыз қажет. Ірімшік толықтай бір-біріне бірігіп, одан кейін формасын жақсы ұстау үшін осылай 5-6 сағатқа қойып қоямыз, ауыр затын қойып бетіне. Негізі түнге қалдырсаңыздар да болады, ол кезде тоже вообще идеально болып шығады. Мінекей ірімшігіміз дайын. Мен түнге қалдырып қойдым.
9 сағатқа. Мінекей қараңыздаршы, тағы да артық сулары шыққан. Енді формамыздан ірімшігімізді аламыз. Мінекей түнімен тұрған ірімшігіміздің формасын қараңыздаршы, не деген идеально әдемі болып шыққан. Қазір енді кесіп, турап көретін боламыз. Формасын өте керемет ұстайтын, нәзік, жұмсақ, влажный болып шығатын ірімшігіміз осымен дайын. Дәмін бірге татып көрейік, е? Ал. Бисмилля. Қараңыздар, қандай жұмсақ текстурасының өзі да. Ал, бисмилля. Мынау дегендерің базардікінен болсын, магазиндікінен болсын, 100 есе дәмдірек. Мен сіздерге 100% гарантия бере аламын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, дәмі деген күшті енді. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздерге деген кішкене өтінішім болып тұр. Статистика бойынша 90% көрермен менің каналымдағы видеоларды подпискасыз көреді екен. Егер де сіз қазақша контенттің дамығанын қаласаңыздар, өз үлестеріңізді қосып, өтініш каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздерге қиын емес, маған өте приятно болушы еді. Рахмет үлкен.